өлем де деп таблеткада ішкен. Ақырындап таблеткалар жинап алып, пәленбай пачкасын ішіп өлем болды деп. И то соны откачали. Құдайдың сүйікті ұлысыз ғой. Ойлашы енді. Босқа емес қой. Демек осы күнге дейін жеткізу керек болып тұрды ғой сізді. Соны Сіз айтам. біреудің өмірін өзгертуге сізге Құдай бір емес бірнеше шанс берді. Сол үшін қазір уже мотивация деген кезді қазір қатты қолға алып жүрмін. 90% адам өз-өзінен түңіліп, өз-өзін бір бақытсыз көріп, өз-өзінен ана жатқан инвалидтер бір далаға шықса мені бүйтет, ананы бүйтет, ана бүйтет. Сондай кеше бір комментарий жазып жіберіпті. Зачем такой специально ходить на той? Вы что, любите, когда вас жалеют? Билеп жүрген видеоңызға ма? Билеп жүрген видео. Хит болып кетті ғой. Хит болып кетті ғой. Енді ойладым енді бір төсекте бір жаңағы төсекті алып жатқан бір инвалид шығарады деген шықпайшы. Потому что ему кажется, да, всем, вот, мен шықсам, как будто маған көп жазады, да, мен шықсам бәрі маған қолмен көрсетеді, менің там бетім күйіп қалған, бетім уродина, там, не болмаса там белім бүкір, анауым, мынауым деген сияқты. Сонымен шықпаймын, меня все начинают жалеть, я не хочу, я опять в депрессию впадаю, я сколько себя поднимаю, я даже за хлебом ходить не хочу, потому что все на меня пальцем. Я говорю, тебе какая разница? Как хочешь, так и живи. Да люди обсудят 5 минут и забудут завтра. Конечно. Вот именно он тебя пожалел, посмотрел на тебя, да? И забыл. Потому что у него свои проблемы хватает. А ты все вот это собрала, анау дейді, мынау дейді, анау. Вообще, маған вообще не касается чужое мнение.